Mına tiri жүргеніңе білесің. Tiri жүргеніңe. Сондықтан Назарбаевтың бірнеше миллиард ұрлаған қазақтың байлығын қайтарсын. Мына халыққа жылаған халықтың көз жасына барлығын жұмсасын. Халықтан Назарбаев ойлап тұр. Анау қақпаға барсам, мешітке барсам, опасыздықты жасап алсам, мешітке бір шығып барсам, Құдай кешіреді. Құдай оның жазасын береді. Тозақ алдында оның. Сондықтан Назар ол ойлап отыр. 30 жыл опасыздықпен үлгі салды. Мен сияқты опасыздық жасап алыңдар. Мешітке бір-екі рет кіріп шылаңдар. Құдай кешіреді деп. Құдайды алдай алмайды ол. Қарғыс атсын Назарбаевты. Сондықтан Тоқаев, егер сен адам болатын болсаң, мына жіберген қателіктердің бәрінен кешірім сұра. Орнына қой. Мына жылаған халықтың қанын орнына келтіре алмайсың. Бірақ оның артында қалған үрім бұтағын, бала шағасын, туған достарын көз жасына құрғатуға азаматтық жаса, егер сенің бойыңда азаматтық болса. Ал болмаса оның бәрі Назарбаевтың ізімен жатқан бос сөзің, бос пұлшылың болады. Ендігі сөзді саясаткер, күрескер, саяси тұтқын Жанболат Мамайдың сенімді серігі, жан-жары, қазақтың батыр қызы Инга қарындас бар. Армысыздар жиналған қауым, қаңтарды ұмытпай, қаңтардың құрбандарын еске алуға осы алаңға жеткен сіздер нағыз батырсыздар. Біз қаңтар құрбандарын ұмытуға жол бермеуіміз керек. Қазір қаңтардан кейін жаңа Қазақстан деді, әділетті Қазақстан деді, уәде көп болды, бірақ іс болған жоқ. Бірақ нәрсе, жаңа Қазақстанның да, әділетті Қазақстанның да жоқ екенін Назарбаев жүйесінің тірі екенін дәлелдейді. Қаңтардың ең кішкентай құрбаны Айкөркемнің жасы 4-те болатын. Биліктің заңсыз бұйрығының арқасында оққа ұшып қаза болған сәбиіміз Айкөркем 4-ақ жаста еді. Ал бүгін не болды? Сол Айкөркемнің басқа құрбандардың рухына тағзым етемін деп осы алаңға келмек болған Абзал Достияровты 4 жасар қызымен бірге полиция ұстап, 4 жастағы қыз 1,5 сағат бойы полиция учаскесінде отырған. Полициялар хабарласып әйеліне ұялмай, күйеуіңді алып қаламыз, мына қызыңды алып кет деген. Ол аралықта қызы Абзалды ұрып соққан полиция, қан жосаған, соның барлығын көрген жаңағы 4 жастағы қыз. 4 жастағы қыз Әуезов аудандық РУВД-сында білсін халық кім екен. Әуезов аудандық РУВД-сының полициясы 4 жасар қызды Абзал Достияровтың РУВД-да 1,5 сағат ұстаған. Бұл не масқара? Бұл осы бірақ мысалдан ақ біз авторитарлы, тоталитарлы режимнің өзгермегенін көріп отырмыз. Назарбаев жүйесінің өлім эскадрондарының әлі бар екенін, бұл халықты тырп еткізбей аузын ашқан адамды қамауға, қанауға дайын екенін көріп отырмыз. Кеше демократиялық партия осында келетінімізді, гүл шоқтарын қоятынымызды, қаңтар құрбандарының рухына тағзым етіп Құран бағыштайтынымызды айттық. Таңертең Абзалды қызымен алып кетті. Аружан Дүйсебаеваны алып кетті. Гүлдар Мирманбетованы алып кетті. Бірақ олай қаңтарды ұмыттырамын десе, қолдарынан қанды жуамын десе, бұл билік қатты қателеседі. Біз қаңтарды ұмыттырмаймыз. Біз қаңтардың шындығы толық ашырып, сол қаңтарды арандатқан Назарбаевтар жазаланбай, заңсыз бұйрықпен халықты атып тастаған билік жазаланбай, біз тоқтамаймыз. Қаңтардың елесі Қазақстанды есіп тұрады.
ешкімнен қаңтардың құрбандарын ұмытпаймыз. Шындық ашылғанша күресті тоқтатпаймыз. Дәл қазір Жанболатты үй қамаққа шығарды. Батыстың қысымымен, халықаралық ұйымдардың қысымымен, бірақ Жанболатқа әлі де толық бостандық берген жоқ. Бүкіл қаңтардың мойнына ілмек болды. Бірақ нағыз қылмыскерлер, Назарбаевтар, Тоқаевтар әлі бостандықта жүрген Самат Әбіштер екенін біз білеміз. Солар жазасын алмай, қазақ тоқтамайды. Дәл осы арада бесі күні Жанболат Мамай халыққа арнап өзінің сөзін айтқан. Ынтымаққа шақырды, бейбіт жолмен күресіп жеңіске жетуге шақырды. Ол ешқандай да тәртіп заң бұзушы емес. Біз сондықтан Жанболат Мамайға жасалып жатқан қысастықты тоқтатуды, қылмыстық істі қысқартуды, сол сияқты басқа да көптеген қазір түрмеде отырған биліктің несінен қысымшылығына жалған жаласын